қызға 40 үйден тыю деген мақалды. Жоқ, мен оны жақында бір этнограф, монгол, Суриядан келген ба, Қытайдан келген ба бір этнографтан оқыдым, оны 40 қызға тыю деп терсеңіз Гуглда мақаласы шығады, ол айтады, ол мүлде басқа мағынада, ол 40 үйден қызға былай тұрған адам жоқ. Және бұрынғы заманда қазақтар ауыл ол 2-3 үй ғана ғой. Ол қай жерден 40 үй алады? Басқа бір ауылдардан 100 шақырым жерден туыстар келіп бір нәрсе айтпайды ғой қызға. Ол айтады, қызға 40 түрлі үйге қонақ болып түсуге қонуға тыю. Ол мысалы дейді, анандай тентек еркектері көп үй. Ол дейді, әйелі қайтыс болып, тұл болып отырған еркектің үйіне қонуға тыю. Анандай жаңа аты шыққан үйге қонуға тыю. Осындай нәрселер. Ол былайша айтқанда қыздың